Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бисквитті торт жасайтын боламыз. Өте оңай дайындалады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін өткізбей қараңыздар. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Креммен сыртын қаптап отырудың қажеті жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай бір ғана насадканың көмегімен өте керемет тортты шығаруға болады. 100% табиғи өніммен жасалады. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөлімінде жазылып тұр. Ең алдымен бисквит дайындаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Үстіне шым-шым тұз қосып, миксердің баяу жылдамдығынан бастап, жақсылап миксерлейміз, жылдамдықты қоса отыра. 2-3 минут миксерлеп болғаннан соң, үстіне құмшекерімізді осылай 2-3 бөлікке бөліп қосып, тағы да әппақ масса болғанша қозғаймыз. Қатты осылай көп пішігенше қозғасаңыздар, сіздердің бисквиттеріңіз биік керемет болып шығады. Оның үстінен аздап сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жылы суымызды қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырасыздар. Ең соңында ұнымызды саламыз. Және де разрыхлителімізді қосып, лопатканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Немесе осылай миксердің көмегімен де араластыра салуға болады. Жақсылап ешқандай түйіршік қалмайтындай араластырамыз. Крахмалдан қосамыз. Бисквитіміз өз формасын ұстап тұру үшін қосатын боламыз бұны. Жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды формамызға салып, 170 градуста 30-35 минут аралығында пештің бетін ашпай отырып пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бір тегіс өте керемет болып шықты бисквиттарымыз. Формадан шешетін кезде осылай бірінші шетін ажыратып алып, сосын ғана барып формамызды шешеміз. Көріп тұрғандарыңыздай беті бір тегіс болып шықты. Бетін кесіп алып тастаудың қажеті жоқ. Осы бисквитті алып, пышақтың көмегімен немесе жіптің көмегімен бірдей етіп, теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Толығымен суытып, сосын ғана барып кесесіздер. Өте керемет күшті дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіз. Жасалу оңай, кез келген адам бір жасағаннан шығатын бисквит пен торттың рецебі. Осылай ақырында барлығын бірдей етіп, кесіп шығып, дайындап қоямыз. Келесі кезекте кремін дайындауға кірісеміз. Кремін дайындау үшін ең алдымен осылай творожный сырдың 69%-ін салып аламыз да, оның үстінен қант ұнтағын саламыз. Сыртына да ішіне де қолданатын кремді осы бір креммен жасаймын. Екеуі біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Біркелкі масса болғаннан соң үстіне салқын 33%-дан жоғарғы сливкемізді құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Креміміз қоюланғанша араластыратын боламыз. Сонымен біздің өте дәмді креміміз дайын болады. Достар, менің арнамда көптеген оригинал торттардың керемет рецептерін таба аласыздар. Сондықтан, егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өз формасын ұстап тұру қажет креміміз. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Бисквитіміздің қождарын осылай біркелкі етіп қоямыз да, оның үстінен 3-4 ас қасық кремімізді салып, бір тегіс етіп жағып шығып, тортымызды жинап шығамыз. Егер сіздерде осындай форма болмаса, бисквиттің өзін ғана жинай беруге де болады. Бұл форма тортымыз тегіс әдемі болып шығу үшін пайдаланамыз. Достар, алдағы уақытта менің арнамнан қандай рецептер күтесіздер? Комментарияға жаза кетіңіздер, қандай торттардың рецептімен бөлісейін, міндетті түрде жасап, видео түрінде сіздермен бөлісетін боламын. Видео ұнаса, достарыңызға әлеуметтік желі арқылы поделиться батырмасын басып, бөлісіп отырсаңыздар да болады. Осылай барлығын толығымен жинап алдық. 4-ші коржымызды салғаннан соң бетіне кремді жағудың қажеті жоқ. Қалған кремімізге өзімізге ұнайтын түстегі красительді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және формамыздан шешіп,
тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырсаңыздар болады, немесе бірден жасай беруге болады. Осындай роза насаткасын бетіне салып, кондитерлік қапшыққа кремімізді құйып аламыз да, осылай гүл тәріздес етіп тортымызды әсемдеп шығамыз. Қызыл түстен краситель қосып та жасай беруге болады. Қызыл роза сияқты болып шығады гүлдеріңіз. Менде осындай күлгін түсті пайдаландым. Өте керемет, әдемі, оңай торттардың бірі. Бастысы тортты қалай тегістеймін деп уайымдамайсыз. Осылай гүлдердің формасын келтіре отыра бисквитный өте дәмді торт жасап шығамыз. Бұл тортты дайындауға көп те уақыт кетпейді, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұдан бөлек менің арнамнан керемет қазақша оңай шығатын, сәтті шығатын көптеген рецепттерді таба аласыздар. Плейлист бөліміне өтсеңіздер, ыстық тағам, таңғы астар, торттар, пирогтар деп бөлініп жазып қойған. Соның арасынан қарап көріп, өзіңізге қажет рецепті іздеп тауып алсаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, қалай шыққанын комментарий бөлімінде бөлісіп кетуде ұмытпаңыздар. Біздің тортымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, әдемі болып шығады. Жұмсақ болып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.